Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет, дәмді етті белеши дайындайтын боламын. Видеоның соңына дейін болыңыздар. Ұнаса, комментарий жазып және лайк басыңыздар. Каналға тіркеліп алсаңыздар да болады. Ол үшін алдымен осындай таза ыдысқа су құямыз. Тұз саламыз. Судың көлеміне қарай саламыз тұзды. Және де аз ғана шекер салатын боламыз. Біз жаздың уақытысы болғасын далада таза ауада отырмыз. Енді үстіне ашытқы саламыз. Араластырамыз. Ашытқыны ерітуіміз қажет. Жылы суға дайындайсыздар. Енді үстіне ұнды елеп салатын боламыз. Қамырымызды илейміз, жұмсақтау етіп. Міне қамырды елеп алдым. Қамыр дайын болды. Енді бетін жауып, нанның ашығанын күтеміз. Матамен жауып қойсаңыздар да болады бетін. Қамырды жылы жерге орап қоямыз. Нан ашу қажет. Міне фарш майдалап пияз турап қосамыз. Пияздың туралған жері түспей қалыпты. Және де ащы бұрыш қосатын боламыз. Қолдан жабылған аджиға қосып жатырмын. Осыны жақсылап араластырып дайындап алатын боламын. Міне фарш дайын болды. Енді нанның ашығанын көреміз. Міне нанымыз ашып, жақсы көтеріліпті. Енді бұл ашыған нанды дастарханға, столдың үстіне аздап май жағамыз. Қолымызбен осылай қамыр жабысып қалмау үшін. Енді ашыған нанды алып, қамырды дөңгелектеп қамырды формаға келтіреміз. Міне осылай дөңгелектеп дайындап аласыздар видеода көріп тұрғандарыңыздай. Қолымызды майлап отырамыз, қамыр жабысып қалмас үшін. Енді үстіне дайындап алған фаршты салатын боламыз. Міне фаршымыз. Қамырдың ортасын баса отырып, фаршты салып шығамыз. Ортасын қатты жұқартып жібермей басамыз. Жай басып, осылай фарш сап шығамыз барлығына. Етін осылай көптеу қылып саламыз. Сонда белеши дәмді болады. Аз болып қалмасын. Міне барлығын салып болдық. Енді белешиді алып, жан жағын жапсырып біріктіретін боламыз.
не осылай шет-шетін созып отырып жапсырып шығамыз. Жапсырған бетін төмен қаратып қоятын боламыз. Барлық белешейді осылай дайындаймыз. Сіздерді анықтап көрсін деп, міне белешелердің барлығын жасап көрсетіп жатырмын. Барлығын біріктіріп болдық. Енді бетіне орамал жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Міне дайын болды. Енді сковородкаға майды құйып, майды қыздыратын боламыз. Енді қызып тұрған майға белешейді осылай қолымызбен жайып отырып пісіріп алатын боламыз. Осылай саусақтың ұшымен басасыздар әр жерінен. Енді қызып тұрған майға әкеп салып пісіреміз. Бірінші бір бетін қызартып пісіріп аламыз. Енді келесі бетіне аударып, келесі бетін де қызартып алатын боламыз, екінші бетін. Міне белешейіміз осындай болып шықты, биік болып көтеріліп, өте дәмді болып шықты. Барлық белешейді осылай пісіріп аламыз. Майын сілкіп түсіреміз.